Кейінгі уақытта Қазақстан халқының саны 19 миллионға жетті деген ақпарат жиі тарап жүр. Түрлі сайт пен әлеуметтік желілерде құттықтаулар мен хабарландырулар жарияланып жатыр. Бірақ статистика комитетінің ресми сайтында 2020 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша Қазақстан халқының саны 18 миллион 690 мың 195 адам деп жазылған. Ал бақ Қазақстан халқының саны 19 миллионнан асты деген ақпаратты Country Matters Info сайтынан алған. Бұл сайт дерекөз ретінде Біріккен ұлттар ұйымының экономикалық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі департаментінің халық қоныстану бөліміне сілтеген. Бұл бөлім 1951 жылдан бері әлемнің 235 мемлекетінің халық санына болжам жасап әрі бағалап отырады. Халық санын бағалау жыл сайынғы туу мен өлім жітім деңгейіне қарай жүргізіледі. Сондықтан бұл бөлімнің статистикасы тек болжам ғана. Сол себепті алдағы уақытта Қазақстандағы халық санының жалпы өсуіне қарап, биыл шынымен де 19 миллионға жетуіміз мүмкін, әрі жетейік деп тілейік. Ал қазір дәл осылай тек статистиканы емес, лайфхактардың қаншалықты рас өтірігін ажырататын рас пайдарына кезек береміз. Қайырлықтан көрермендер, кейде жазбадағы өзіңізге керек тұсты осылай маркермен белгілеген кезде белгіңіз қисық кетіп қалатыны бар. Ал осы қисық кетіп қалған сызықты кетіру үшін бізге лимон көмектеседі. Осы лимонның аздаған суын алып қисық кеткен сызықты өшіруіміз керек. Көрейік, өшем екен. Міне керемет, қисық кетіп қалған сызығымыз лимонның суымен ақ кетіп қалды. Яғни бұл лайфхак іске жарамды деуге болады. Енді келесі тексеретін лайфхагымыз мынадай жіпті сабақтауға арналмақ. Енді көзі нашар көретін кісілер, мысалы кейде көбіне әжелерімізде жіпті сабақтай алмай немерелерін шақырып жататын кездер болады. Бірақ енді сондай үлкен кісілерге жарамды лайфхак шығар. Осы жіпті алып, алақаныңызға қойып, инені былай үйкелесе, жіп өзінен сабақталады екен. Біз соны тексеріп көруді де жөн көрдік. Осылай жіппен инені қолға үйкелеу керек. Міне, көрдіңіздер, өте жылдам жіп өтіп кетті. Яғни бұл лайфхак та сіздің кәдеңізге жарағалы тұр. Міне, құрметті көрермен, бүгін біз сынап көрген лайфхактың екеуі де жүзеге асты. Сіз де арасында тексеріп көруді ұмытпаңыз, кәдеңізге жарайтыны табылатыны анық.